Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін бізде 7 сынып алгебра пәнінен 2-ші тоқсандағы 1-ші жиынтық бағалау тапсырмаларын орындаймыз, яғни БЖП 1. 2-ші тоқсандағы. Функцияның графигі бөлімі бойынша. Екінші нұсқа бізде бірінші есепте графиктері өзара параллель болатын функцияларды тауып жауабын түсіндіріңіз дейді. Параллель болатын дейді. Параллель болу үшін, мысалға мына асында, асы деп қояқ. Яғни К1, К2 коэффициенттері тең болу керек. К деген соны X-тің алдындағы коэффициент. X-тің алдында бізде 0,5. Ал мына жерде, мына бірінші функцияда. Енді келесі екінші функцияда 2-ден 1, X-тің алдында 2-ден 1. Ал 2-ден 1 деген бізде 0,5-ке тең. 0,5-ке тең 2-ден 1-іміз. Сонда К1 мен К2 тең болып тұр. Демек, бұлар параллель орналасады екен графиктері. Параллель орналасады. Келесі енді басында. X-тің алдындағы коэффициент 10-нан 3. К1 сонда бізде 10-нан 3-ке тең. Келесі К2, мына екінші функцияда ол жерде 7-ге тең екен. Яғни К1 мен К2 бізде тең емес. Тең емес болса, олар параллель орналаспайды, демек қиылысады. Екі функцияның графигі қиылысады. Келесі басында X-тің алдындағы сан бізде 5-ке тең. Ал екінші функциядағы 2-ден 10-ға тең. Сонда 12-ке бөлсек 5-ке тең. Демек, К1 мен К2 тең деген сөз. Сонда осы екі функцияның да графиктері бізде параллель орналасады екен бір-бірімен. Қиылыспайды. Келесі Г-сінде, X-тің алдындағы сан бізде 105-ке тең, ал екіншісінде 8-ден 3-ке тең. Яғни 105 пен 8-ден 3 тең емес, яғни К1 мен К2 тең емес деген сөз. Демек, бұлар графиктері қиылысады. Келесі енді екінші есепте y тең болады x квадрат функциясының графигін табыңыз дейді. Ол бізде мына бірінші сурет. Себебі мына x-тің орнына 1 қойсақ, 1-дің квадраты 1-ге тең. Мына нүктені алады. 0 қойсаң, 0-дің квадраты 0-ге тең. y 0-ге тең. y 0-ден 0 мынау болады. Келесі x-тің орнына -1 қойсақ, -1-дің квадраты да 1-ге тең болады. Яғни -1-де 1 мына жерде болады. Демек, осы нүктелерді былай қоссаңыздар, бізде мынадай параболаны алады екенбіз. Келесі үшінші есепте берілген функциялардың графиктерін тап дейді. А функциясын, астындағысын тексеріп көрейік. Бізде y тең болады -2x қосылған 4. Алдымен x-ке 0 беріп алсақ болады. Y нешеге тең болады екен? -2 көбейтілген 0 қосылған 4. -2 0-ге көйсек 0, 0-ге 4 қоссақ 4. Сонда x-ім 0-ге тең болған кезде y-ім 4-ге тең. Осы нүктені аламыз қазір. Келесі енді y-ке 0 берейік. Сонда -2x қосылған 4-іміз 0-ге тең деген сөз. Мына жерде y-дің орнына 0 қойып тұрмыз, -2x, мына жаққа 4 шығарамыз, -4 болады. X табу үшін -4-ті -2-ке бөлеміз. X-іміз 2-ге тең болады. Сонда x-іміз 2-ге тең болған кезде y-іміз 0-ге тең. Осы екі нүктені тауып алайық біз мына графиктерден. Мынау бізде 0-де 5. Ондай жауап жоқ бізде. Мына жерде 0-де 4, 0-де 4 мына жерде бар. Сосын 2-де 0, мынау 2-де 0 бізде бар. Мына 2-де 0 нүктесі. Екі нүктемізде бар екен. Демек, екінші график ол бізде аға сәйкес келеді екен. Яғни, бізде мына жаққа екінші график десек болады. Келесі енді басын тексереміз. X-ке 0 берейік, y тауып алайық. 3 көбейтілген 0, азайтылған 3. Сонда -3-ке тең. Сонда x-іміз 0-ге тең болғанда y-іміз -3-ке тең мұны. Келесі y-ке 0 береміз. Сонда 3x -3 бізде 0-ге тең деген сөз. 3x тең болады. Мына жаққа 3 шығарамыз. +3 болып барады. X табу үшін 3-ке бөлеміз. 1-ге тең болады. Сонда x 1-ге тең болғанда y 0-ге тең. Енді осыны қарайық. Бізде мына жерде 0-де -3 дейді. Мына жерде бар, ол y-іміз -3-ке тең. X-іміз 1-ден 1-ге тең болғанда y 0-ге тең дейді. Яғни мына нүкте бізде. Демек, төртінші график ол бізде баға сәйкес келеді екен, Келесі васы. Y тең болады 1/3-2 x қосылған 5.
X-ке 0 береміз, Y табамыз. 1/3-2 көбейтілген 0 қосылған 5. 5 шығады бізде. Мынау 0-ге айналып кетеді. 0-ге 5-ті қоссақ 5. Сонда X-іміз 0-ге тең болғанда, Y-іміз 5-ге тең. Келесі Y-ге 0 береміз. Сонда 1/3-2 X қосылған 5 тең 0-ге болады. Мынаны бұрыс бөлшекке айналдырсақ 3-тен 5 болады. 3-тен 5X. 5-ті жаққа шығарсақ -5 болады. Ал X-ті табу үшін -5-ті біз көбейтеміз 5-тен 3-ге. 5 пен 5 қысқарады, орындарында 1 қалады. Сонда X-іміз бізде -3-ге тең болады екен. Сонда -3-тен 0. -3-тен 0. Сонда мына бірінші график сәйкес келеді себебіне қарасаңыздар, X 0-ге тең, Y 5-ге тең міне. X 0-ге, Y-іміз 5-ге тең, 0-де 5 нүктесі. Келесі Y 0-ге тең, X 3-ге тең. -3-ге тең міне. X-іміз -3, Y-іміз 0-ге тең нүкте мына жер. Демек, мына график бізде V-ға сәйкес келеді екен. Келесі соңғы G-сы енді 3-ші графикке сәйкес келеді. Тауып кетсеңіздер болады. Y тең болады -0,75, X қосылған 3, 0,75. Енді X-ке 0 береміз. Y тең болады -0,75, 75 көбейту 0, қосылған 3 тең болады бізде 3-ге. Сонда X-іміз 0-ге тең болғанда, Y-іміз 3-ге тең. Енді Y 0-ге тең болғанда -0,75, X қосылған 3-ті 0-ге теңестіреміз. Сонда -0,75, X тең болады бізде -3-ге. Бізде -4-тен 3 дегенді білдіреді. Сонда X-ті табу үшін -3-ті көбейтеміз -3-тен 4-ге. Бөлуді көбейтуге алмастырып жібердік. 3 пен 3 қысқарады, X-іміз 4-ге тең болады. Сонда X 4-ге тең болғанда, Y 0-ге тең. Міне. X-іміз 4-ге тең, Y-іміз 0-ге тең. Мына нүкте. Сосын 0-де 3, яғни Y 3-ге тең міне. Сонда бізде G-сы міне. Келесі 4-ші есеп теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешіңдер дейді. Графиктік тәсілмен шешу үшін мына жағында Y қалдырайық. 3X-ні жаққа шығарайық. 8 - 3X болады. Мына жақта 2X, 2-ні мына жаққа шығарсақ -2 болады. Y-ні мына жаққа шығарсақ +Y болады. Осылай қалады. Немесе былай жинақтап жазып алсақ болады. Y тең болады 2X - 2 деп. Енді осы екеуін X-ін Y-ін 0-ге теңестіріп алып, графиктерін салсақ болады. Y тең болады 8 - 3X. X-ке 0 берейік. Y-іміз нешеге тең? 8 азайтылған 3 көбейтілген 0. Сонда 8-ге тең екен. Сонда X 0-ге тең болғанда, Y-іміз 8-ге тең. Келесі Y 0-ге тең болғанда, 8 - 3X-ті сонда 0-ге теңестіреміз. -3X тең болады. -8 болады. Мына жаққа 8 -3 болып барады. X табатын болсақ, 3-тен 8 болады. Немесе 2/3-тен 2 болады. Сонда X-ім 2/3-тен 2-ге тең болғанда, Y-ім 0-ге тең. Келесі функциямыз Y тең болады 2X - 2 функциясы. X-ке 0 берейік. Y-іміз нешеге тең екен? 2 көбейтілген 0 азайтылған 2. Сонда -2. Сонда X 0-ге тең болғанда, Y -2-ге тең. Енді келесі Y 0-ге тең болғанда, 2X - 2 тең 0-ге. 2X тең болады, ана жаққа +2 болып барады. X тең болады 1-ге болады. 2-ні 2-ге бөлеміз себебі. Сонда 1-ден 0. Енді осы екі функцияның графигін салайық. График координата сызып алдық. Енді екеуін екі түспен көрсетейік. Мынаны жасыл түспен көрсетейік. 0-де 8, X-іміз 0-ге тең, Y-іміз 8-ге тең. Мына нүктені белгілейміз. Және Y-іміз 0-ге тең, X-іміз 2/3-тен 2-ге тең, яғни 2-ден асады деген сөз, мына жер примерно.
Так, осыны қосамыз енді. Осы екі нүктені бір-бірімен. Келесі екіншісін көк түспен көрсетейік. Так, 0-де минус 2 дейді, яғни y минус 2, x-ім 0-ге тең деген сөз. Келесі 1-де 0 дейді. 1-де 0 мына нүкте. Осы екі нүктені қосып, созындысын алатын болсақ, енді осы екеуінің қиылысу нүктесі екі функцияның графигін. Осы бізде теңдеулер жүйесінің шешімі болады. Яғни ол мына нүкте бізде, ол бізде 2-де 2 нүктесі, яғни x-іміз 2-ге, y-іміз 2-ге тең болатын нүкте. Келесі соңғы 5-ші есеп, бізде функцияның анықталу облысын табыңдар делінген. Астында екі функцияны жазайық. Y тең болады минус 4x плюс 3. Бұл бізде анықталу облысы дейтініміз x-тің орнына қоюға болатын сандар. Бұл жерде x-тің орнына кез келген санды қоюға болады, яғни минус шегістіктен плюс шегістікке дейінгі барлық сандарды қабылдай береді, және y-тің мәні шыға береді соған сәйкес. Келесі енді екіншісінде бізде y тең болады 3x-тің 2x минус 6-ға қатынасы. Бұл жерде бөлшек болғандықтан бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмау керек, себебі санды 0-ге бөлуге болмайды. Бөлшек бізде бөлуді білдіреді, яғни алымындағыны бөліміндегіне бөлім деген сөз. Яғни сонда 2x минус 6-ны тең емес 0-ге деп шығарамыз біз. 2x тең емес, сонда минус 6-на жаққа плюс 6 болып барады, x тең емес, 6-ны 2 бөлсек 3 болады. Сонда бізде жауабы мынадай болады. X-тің қабылдайтын мәндері минус шексіздіктен 3-ге дейін, және бірігу, және 3-тен плюс шексіздікке дейін. Яғни 3-ті қоюға болмайды, шашасы жай тұр міне. 3-ке дейінгі барлық санды, және 3-тен кейінгі барлық санды қоя беруге болады. Келесі енді бысында бізде минус 5-те 3 кесіндісіндегі функцияның мәндері облысын табыңдар делінген. Минус 5 пен 3. Енді яғни бізде функциямыз 5x минус 3-тің 2-ге қатынасы. Енді осы жерден x-ке, мына жерде минус 5-ке тең деп тұр ғой. Минус 5-тен үлкен немесе тең дейді. Яғни минус 5-ті қойып қараймыз бірінші. Y тең болады 5 көбейту минус 5 азайту 3 бөлімінде 2. Сонда минус 5-ті 5-ке көбейтсек минус 25 болады. Минус 25 минус 3 бізде минус 28 болады. Минус 28 2-ке бөлсек бізде минус 14 сонда. Енді келесі x-іміз бізде 3-ке тең деп аламыз. Y-тің мәнін тауып аламыз. 5 көбейтілген 3 азайтылған 3 бөлімінде 2. 5 3-ке бөлсек 15, 15-тен 3-ті азайтсақ 12. 12-ні 2-ге бөлсек бізде 6 шығады. Сонда бізде жауабы y-тің қабылдайтын мәндері минус 14-тен 6-ға дейін.